Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Бүгін біз ескерту белгілері жайлы талқылайтын боламыз. Ендеше барлығымыз ыңғайлана отырып, бүгінгі видеомызды бастайық. Достар, бұл фотода бізде ескерту белгілері бірінші белгіден бастап талдайтын боламыз. Бірінші белгі ол бізде шлагбаумы бар теміржол өтпесі. Бұл белгіде бізде шлагбаум барлығын реттейтін болады, көліктерді жүргізіп отырады, көліктерге ескерту жасайды, осын барлығын бізде шлагбаум жасайтын болады. Бұл белгі бізде елді мекендерде 50-100 метрде, ал елді мекеннен тыс жерлерде 150-300 метрде орналасатын болады. Бұл жерде бізде шлагбаумы бар теміржол өтпесі. Келесі белгі. Шлагбаумы жоқ теміржол өтпесі. Дәл жаңағы белгі сияқты, тек шлагбаумы жоқ, яғни екеуде теміржол өтпесі. Бұл белгіде бізде елді мекендерде 50-100 метр, елді мекеннен тыс 150-300, яғни 300 метрде орналасады. Бұндай жағдайда бізде шлагбаум жоқ қой, қай жерге тоқтаймыз деген сұрақ пайда болады. Бұл белгіде бізде стоп деген знак тұрады, яғни осы белгі орналасқан жерде стоп деген, яғни тоқта деген белгі. Сондай жағдайда біз стоп линиясына тоқтайтын боламыз. Келесі. Бір жолды теміржол, көп жолды теміржол. Өзі атайтып тұрғандай бір жолды және көп жолды. Бір жолды да бізде бір ғана пойыз өтеді, яғни бір пойыз өтетінін ескертіп тұр. Көп жолды да 2 немесе 3 пойыз жолдары барын ескертіп тұр бізге. Келесі. Теміржол өтпесіне жақындау. Бізде бұның неше түрі бар? Оң жақта орналасатын, сол жақта орналасатын, бізде әр жақта осы белгі тұратын болады. Ол енді қандай белгі деген сұрақ пайда болады. Барлығын көрсетейін. Осындай түрлері бар. Бізде теміржол өтпесіне жақындау деген. Мінекей. Теміржол өтпесіне жақындау. Бұл белгі бізде қандай? Не ол бұл белгі? Бұл бізде жаңағы шлагбаумы бар, шлагбаумы жоқ теміржол өтпелеріне, яғни қастарында тұратын знак, яғни солардың қастарында тұрады әрдайым жаңағы 100 метр, 150 метр деген сияқты. Бұл белгі мына саны азайған сайын, міне 3 деп тұр ғой. 3, міне 2, 1 қысқарып жатыр, көрдіңіздер ғой. Осы бізде қысқарған сайын ол теміржол өтпесіне жақындаған білдіреді. 1 болса уже ол теміржол өтпесінің дәл қасында тұр деген знак. 3 болса бізде жақындап қалды. 2 тоз жақындап қалды деген сияқты ғой. Осы белгі бізде дәл осындай. Келесі белгілерге жақындасақ. Теміржол өтпесіне жақындау белгісі. Бұл белгі теміржол өтпесіне жақындағанын білдіріп тұр. Өзі аты айтқандай, елді мекеннен тыс теміржол өтпесіне жақындау туралы қосымша ескерту. Достар, жаттап алыңыздар. Бұл белгі тек елді мекеннен тыс жерлерде ғана орналасады. Қосымша ескерту жай ғана. Арасында болады, немесе болмайды деген сияқты. Трамвай желісімен қиылысу. Бұл белгі бізде жақын арада алдыңыздан трамвай шығады, және сіз оған жол беруіңіз керек деген белгі, яғни сіз осы трамвайдың қиылысымен кездескен жағдайда, осы белгіні көрген жағдайда сіз трамвайға жол беруіңіз тиіс, яғни осы белгінің осындай күші бар. Келесі, тең мағыналы жолдардың қиылысу. Достар, мына белгіге ұқсайды ғой, осы белгі бізде екі жағдайда пайдаланылады. Тең мағыналы жолдардың қиылысу. Бұл жол бізде нені білдіреді? Бұл реттелмейтін қиылыстарда көп қолданылады, яғни бұл белгі бізде бағдаршамы жоқ, яғни сондай кездерде ғана қолданылады. Бұл тең мағыналы жолдардың қиылысу, яғни сіз мына жақтан келе жатсыз, мен қолмен көрсетіп, мына жақтан келе жатқан кезде, немен көрсетсем болады. Яғни сіз түзу келе жатсыз, сіз оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіз ғой. Правый помех деген бар ғой. Оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіз. Осы белгі бізде бағынады соған. Сіз оң жақтан келе жатқан көлікке жол бересіз, оң жақтан келе жатқан көлік, оң жағынан келе жатқан көлікке жол береді. Солай рет-ретімен жүре береді. Шеңберлі жүріспен қиылысу, яғни бізде кольцевой, жаңағы шеңберлі жолмен қиылысатынын білдіріп тұр. Бізде жақын арада, яғни сіз келе жатқан кезде алдыңыздан кольцевой шығатынын айтып тұр сізге. Сақ болыңыз деп тұр да. Келесі, бағдаршамның реттеуі. Бұл белгі енді көп жерден көрмейсіздер. Бұл сирек кездесетін белгі, көбінесе Ресей аумақтарында көп кездеседі бұл белгі. Бұл бізде бағдаршам реттеуі. Сіздің жақын арада алдыңыздан бағдаршам шығады, және соған дайын болыңыз. Қызыл жанып тұруы мүмкін, жасыл жанып тұруы мүмкін.
Сон барлығына дайын болуыңызды ескертіп тұр бұл белгі. Так, ашылатын көпір. Ашылатын көпір немесе паром өткелі дейді бізде астында жатып тұр. Бұл ашылатын көпір. Бұл елді мекендерде тыс орналасады көбінесе бұл белгі. Яғни сіздің алдыңыздан ашылатын көпір шығуы мүмкін. Соған дайындалыңыз. Ол жақта ашылатын көпірде бізде арнайы реттеуші адамдар бар. Бізде сол адамдардың ескертуіне дайын болыңыз. Солар не айтады, соны істеңіз деп тұрған бұл белгі. Жағалауға шығу. Жағалауға немесе жағаға шығуын айтып тұр. Сақ болыңыз деп тұр сізге. Так, келесі. Қауіпті бұрылыс. Қауіпті бұрылыс оңға және солға қауіпті бұрылыстар. Сіздің жақын арада алдыңыздан қауіпті бұрылыс шығуы мүмкін. Соған дайын болыңыз деп тұр бұл жерде. Келесі қауіпті бұрылыстар, яғни бұл жерде бізде 2 немесе 3 қауіпті бұрылыстар болуы мүмкін. Сондықтан сізге дайын болыңыз деп тұр бұл. Мына белгіде дәл сондай. Так, тік еңіс. Тік өрлеу. Сіз тік еңістен келе жатсыз, мысалға, төбеден келе жатсыз. Тік еңіс кезінде сізде әрдайым естеріңізде сақтаңыздар. Сіз тік еңістен түсіп келе жатқан кезде, сіз әрдайым төбеге көтеріліп бара жатқан көлікке жол беруіңіз тиіс. Осы үшін бұл белгі қойылады көп жерлерде. Сіз төбеден түсіп келе жатсыз, тік еңістен түсіп келе жатсыз. Сондай кезде сіз астынан келе жатқан көлікке жол бересіз. Осы сұрақтар бар бізде автосонда. Көп. Тік өрлеу. Сіз тіке өрлеп бара жатсыз, тік өрлеп. Сондай жағдайда сіз главныйсыз. Сіз скорость салсаңыз болады, жақсылап тұрып. Сізге төбеден түсіп келе жатқан көлік жол береді. Тік өрлеу және тік еңіс дейді. Келесі тайғақ жол. Жүру бөлігінің қатты тайғанақ жол учаскесі. Сізге абай болыңыз деп тұр. Ондай жағдайда сіз резко бұрып қалуға және резко тормоз беріп қалуға, резко газ басып қалуға тыйым салынады. Бұндай белгі кезінде тайғақ жол екенін ескертіп тұр сіздерге. Қатты тайғанақ. Тегіс емес жол. Жүру бөлігінде тегіс емес жерлері бар жол учаскесі толқынды, шұңқыр, көпірлер мен үйлемсіз жалғасқан және сол сияқтылар. Тегіс емес жолда сіз аса сақ жүруіңіз керек, скоростьті азайтып, себебі басқаларға зиян тиюі мүмкін, немесе өзіңіздің көлігіңізге зиян тиюі мүмкін. Так, жасанды бұдырлық. Жасанды бұдырлықты сіздер білесіздер. Бұл бізде жасанды жол пешеходтарда тұрады, көбінесе жаяу жүргіншілер өткелінің алдында. Бұл жасанды бұдырлық бізде мектеп бар жерлерде, садик сияқты көбінесе сондай мекемелердің алдарында тұрады жасанды. Себебі бізде көлік жылдамдығын азайту тиіс алдында, өткені бізде жаяу жүргіншілер өткелі бар. Сондықтан осы белгі қойылады әрдайым. Жасанды бұдырлық. Келесі қиыршық тас шашылған дейді. Көлік құралдарының дөңгелегі астынан қиыршық тас, ұсатылған тас және сол сияқтылар шашуы мүмкін жол учаскесі. Яғни ондай кезде бізде қиыршық тастар шашылуы мүмкін. Яғни өзі айтып тұр. Көліктерге шашуы мүмкін. Абай болыңыз, жай жүріңіз деп тұр бұндай жағдайда. Келесі жолдың тарылуы. Екі жағынан тарылу. Мысалы сіз тіке келе жатсыз, алдыңыздан жол тарылып жатыр. Осы белгі қойылады сондай кезде. Жолдың тарылуы оң жағынан, жолдың тарылуы сол жағынан. Так, екі жақта жүріс. Қарсы жүру жол учаскесінің жүру бөлігінің басталуы дейді. Мысалы, сіз тіке келе жатсыз, сіз екі жақтан да тіке бара жатыр көлік, ал осы белгі шыққан жағдайда сізде уже басталады. Алдыңыздан жүреді көлік. Жаңа сіз екі жақпен бірге жүріп бара жаттыңыз ғой. Ал осы белгіден кейін сізде екі жақтан қарама-қарсы да жүреді. Сіз оған қарама-қарсы жүресіз, осы белгі басталған жағдайда. Так, жаяу жүргінші өткелі. Бұл белгі бізде көбінесе жаяу жүргіншілер өткеліне жақындағанда көрсетіледі, себебі жаяу жүргіншілер өткелін бізде ескертіп тұр көліктерге. Келесі балалар мекемесі, мектептер, сауықтыру лагерлері және сол сияқты жақын балалар жүріс бөлігіне шығаға келуі мүмкін жол учаскесі. Сіз көлікпен келе жатсыз және алдыңыздан тап етіп балалар шығып қалуы мүмкін кездері ғана қойылады осы белгі. Так,
велосипед жолымен қиылысу. Осындай жағдайда сіздің алдыңыздан велосипед жолы шығуы мүмкін, және сіз ондай жағдайда велосипедке жол беруіңіз тиіс белгісі. Келесі, жол жұмыстары. Бұл белгі бізде жол жұмыстары өзі аты айтып тұрғандай, ол жерде бізде жолға ремонт жасауы мүмкін, мекемелерге сол сияқты осы белгі қойылады. Осы белгі бізде 50 метр сайын қойылып отырады. Осы сұрақ бар бізде автосонда. 50 метр сайын қойылып отыратын белгі. Так, келесі, мал айдау. Сіздің алдыңыздан, мысалы, келе жатқан кезде алдыңыздан мал шығуы мүмкін. Жылқы, түйе деген, мал айдау деген сол ғой енді. Сол тап етіп алдыңыздан шығуы мүмкін. Сондықтан осы белгі қойылған жерлерде кәдімгідей сақ болуыңыз керек. Себебі өзіңізге зиян тиеді, біріншіден, екіншіден жақындарыңызға зиян тиеді, үшіншіден, яғни малға да зияныңыз тиюі мүмкін. Сондықтан абайлауыңыз керек. Жай айдау керек осындай кезде. Келесі, жабайы хайуанаттар. Осы белгісі мал айдау сияқты тек жабайы хайуанаттар ғана шығады алдыңыздан. Бұл белгі бізде қалың орман кездерінде өте сақ болуы тиіс. Адамдар өте қалың орман кездерінде, яғни қараңғыда өте сақ болуы тиіс осы белгі қойылған жерлерде. Келесі, тас түсу, опырылып құлау, көшкін жүруі, тас түсуі мүмкін жол учаскесі. Сіз келе жатсыз және алдыңыздан тас опырылып кету мүмкін жерлерде қойылады. Бұл белгі бізде өте сақ болатын белгілердің бірі, өте қауіпті, көп кездеспейді. Келесі, бүйірден соғатын жел. Яғни бүйіріңізден жел соғып жатыр. Сондай жағдайда қойылатын белгі. Осы жағдайда сізге өзіңізге қалай комфортны, сондай жылдамдықпен жүруіңіз тиіс. Қатты асырудың қажеті жоқ, және жай жүрудің де қажеті жоқ. Өйткені жел өте қатты соғып тұр ғой. Так, келесі, төмен ұшатын ұшақтар. Өзі аты айтып тұр, бізде төмен ұшатын ұшақтар. Қатты биіктікте ұшпайтын ұшақтар, яғни осындай жағдайда сақ болуыңызды ескертіп тұр төмен ұшатын ұшақтар. Келесі, жасанды жарықтандыруы жоқ тоннель немесе кіру порталының көрінуі шектеулі тоннель. Осы кезде бізде жасанды жарықтандыруы жоқ, яғни ішінде жарығы жоқ тоннель. Келесі, басқа қауіптер. Басқа ескерту белгілерімен көзделмеген қауіптіліктері бар. Темір жол қауіптіліктері бар. Жол учаскесі. Темір жол деппін ғой, мана темір жол есіме түсіп кетті. Айтып қалыппын. Яғни бұл белгі бізде басқа да қауіптер болып қалуын ескертіп тұр. Бұл белгі бізде. Келесі, 1.31 бізде бұрылыс бағыты көрінуі шектелу шағын радиусты жол доңғалануындағы жүру бағыты дейді бұл бізде. Жолдың жөнделетін учаскесін айналып өту бағыты. Бұл белгілер бізде көбінесе бұрылыстарда көрсетіп тұрады. Қауіпті бұрылыс деген белгілер бар ғой. Сондай кездерде, және ремонт болып жатқан кездерде, жолға ремонт болып жатқан кезде, жаңағы үлкен мекемелерге ремонт етіп құрылыс болып жатқан кезде ғана қойылады бұл белгілер. Оңға, солға. Мына белгі бізде дәл қақ ортаға қойылатын белгі, мына үшіншісі. Ал мынау шеттерге қойылады. Бұл қақ ортаға, яғни солға, сізге оңға бағыттап тұрады бұл белгі. Қатты қиын емес белгілер бұл бізде. Келесі бұл бізде бұрылыс бағыты. Сізге бұрылыс бағыты солға немесе оңға бұрылуыңызды ескертіп тұр. Так, кедергіні айналып өту. Так, бұл белгі бізде кедергіні айналып өту. Осы белгі кезінде сіз солға немесе оңға бұрылуыңыз тиіс. Себебі сіз соқтығысасыз, яғни. Осы кедергіні айналып өтпесеңіз, сізге ескертіп тұр арнайы. Келесі, кедергіні айналып өту белгісі, жаңағы айтып кеткен белгі, екеуі бір екен. Жоқ, бірдей емес. Бұл бізде оң жақтан келе жатқан кезде, мынау сол жақтан келе жатқан кезде қойылатын белгі. 1.32, жаңағы 1.31 бізде. Мынау кедергіні айналып өту белгісі, бұл тіке бағытта кетесіз. Ал мынау оң жақта ғой төбесіндегі. Сол жақта. Ал 1.32-де 3 ол бізде кедергіні айналып өту. Яғни тіке бағытта ғана айнала аласыз. Келесі, қауіпті жол жиегі. Сіз көлікпен келе жатсыз, сонда кезде сізде оң балоныңыздан немесе сол жағыңыздан қауіпті заттар тұруы мүмкін. Мысалға, қауіпті тас немесе
тағы да басқа заттар тұруы мүмкін. Сондай кезде абайлауыңыз керек. Машинаңыз не істеп кетпеу керек, яғни аударылып кетпеу керек. Қауіпті жол жиегі себебі. Келесі кептеліс. Сіздің алдыңыздан ескертіп тұр. Арнайы уақыты бар кептеліс. Бұл болатын кептеліс, яғни бір кезде болмай, бір кезде болатын кептеліс емес. Бұл әрдайым болатын кептелісті ескертіп тұр алдыңыздан. Тек өзінің арнайы ғана уақыты бар. Достар, бізде осымен бітті. Ескерту белгілері. Сіздерге барлықтарыңызға рахмет. Арнаға тіркеліп жатқандарыңызға. Мен достар өте қатты қобалжып тұрмын, сондықтан сөздерден көп қателесіп жатырмын. Осы видеороликтерде, келесі видеоларда осы қателіктерді жасамайтын боламын. Бүгінгі сіздерге көрсеткен ескерту белгілері ұнады ма, соның барлығын комментарийге жазып кетіңіздер. Келесіде біз басқа да белгілерді талдайтын боламыз. Достар, барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға сәттілік бұйырса, өз праваларыңызды алуға тілектеспін.